Орта Азияда, бүкіл Россияда да бізде терроршы ретінде есеп тұратын уағызшылар бар. Садық Самарқанди деген бар, Абдуллах Зуфар деген уағызшылар бар. Харизмасы мықты, психолог. Содик Самарканди халықаралық террористік ұйымдардың басты арбаушысы. Шын есімі Содикжан Мухаммадиев. Өзбекстан Республикасы содырлардың сойылын соққан идеолог жастарды алдап, лаңкестер қатарына қосты деген айып тақты. Қазір Стамбулда бой тасалап жүрген ол экстремистік ұйымдардың қазынасына қаржы көздерін іздестіруді үдеткен. Оның ізбасары әрі жерлесі Абдуллах Зуфар да халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер. Орталық Азия елдері бұлардың уытты уағызын тыңдап, сақтап, таратып, насихаттауға сот шешімімен тыйым салды. Радикальный идеология, ол оболочкасы әдем жалтырақта, түп нұсқасына келгенде бәрі ақша. Бір көршім сотталып кетті, ағасы мен інісі сотталып кетті. Отбасы бар, екеуінде, бала шағасы бар. Қазір тюрмеде отыр. Не үшін отырсын? Кім үшін отырсын? Бұлай ойлап қарайтын болсақ та, өзге жат, радикалды насихат, уағыз оқитындардың уағыздарына насихаттап тыңдауын қажет жоқ. Аяғы кеп, жақсылыққа келмейді. Ата-бабамыздың келіп жатқан масқабымыз бар. Атаң қайдан ұстанды? Солдан ұста. Балдарға, жастарға беретін өсиет насихатым мемлекетте официально ұсталған ұстау керек.